Көптеген фермерлардың ойынша, егерде топыраққа жылда керекті макротыңайтқыш енгізіп отырсам, бұл оған жақсы әсерін тигізеді деп. Бірақ та бұл жерде үлкен фактор бар, ол топырақтың pH деңгейі. Егерде ол төмен немесе жоғары болса, ол берген макротыңайтқыштарды өсімдік өзіне дұрыс қабылдамайды. Топырақтың pH деңгейі дегеніміз, бұл топырақтың қышқылды немесе сілтілі ортада екендігін анықтайтын негізгі көрсеткіш. Себебі pH деңгейі өсімдіктің топырақтағы қоректік элементтерді қаншалықты тиімді сіңіретінін анықтайды. Егерде топырақ қышқыл болған жағдайда фосфордың сіңімділігі төмендейді, ал магний мен кальций жетіспеуі мүмкін. Керісінше, егер топырақтың pH деңгейі тым жоғары, яғни сілтілі болса, темір, мырыш, бор және де марганецтің сіңуі нашарлайды. Көптеген ауыл шаруашылық дақылдар үшін ең қолайлы pH деңгейі 6 мен 7,5 аралығы. Осы кезде азот, фосфор, калий сияқты микроэлементтерде, мырыш, бор, темір, марганец сияқты микроэлементтерде өсімдікке барынша қолжетімді болады. Сіздің топырағыңыздың pH деңгейі қандай? Оны нақты көзбен көру мүмкін емес. Оның жауабын тек қана зертханалық талдау береді. Зертхана тек топырақтың pH қорын емес, сонымен бірге макро және де микротыңайтқыштарды анықтауға жол береді. Тиімді тыңайтқыш беру зертханалық талдаудан басталады. Тиімді pH мол өнім.